Баршаңызға қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай, ерекше пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Олай болса, соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май қажет болады. Содан соң қант және 2 жұмыртқамыз салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып, бір қалыпты массаға келгеннен соң үстінен какаоымызды салып, содан соң қопсытқышымызды саламыз. Оның артынан електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болып шығады, себебі оның құрамында сары май бар. Мінекей қамырымыз дайын болды, енді демалуға қойып қоямыз. Ал енді оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Бізге салмасына қаймақ, 20%-тік және қант, одан соң жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап, біркелкі масса болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Салмамыздың қанты ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Салмасына қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар да болады. Ванилин ерекше дәм береді. Міне біздің салмамыз осымен дайын. Ал енді қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Демалып тұрған қамырымызды осылай оқтауымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Және үйіңіздегі ең үлкен формаға домалақ болсын немесе төртбұрыш болсын жақсылап орналастырып, шет-шеттерін осылай шығарып бекітіп аламыз. Енді үстінен қаймақты массамызды құямыз. Қарасаңыздар, пирогымыз өте үлкен болып шығады. 170 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз толық суығаннан соң осындай әсемдік үшін бетіне шоколадты ерітіп, осылай әсемдесеңіздер де болады, немесе толық шоколадты ерітіп, бетіне құйсаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.